Assalamualaikum. Демалысым бітті. Құда қаласа фермамызға қарай жүріп бара жатырмын. Корабльда кетіп бара жатқан сияқтымын. Себебі мына артымда прицеп 10 қап бидай. Бидайдың салмағы әр қапса бір 60 килодан болады. 600 килограмм сондай салып қалған. Осылай. Құда қаласа Шымкенттен шығып бара жатырық. Шымкент қаласынан шығып жатырық. Бисмилlah. Груженный кетіп бара жатырмын. Алпыспен, 40пен, 60пен келе жатырмын, потому что груженный. Шымкент деген. Шымкенттен шықтық. Направление Арыс қаласына бағыт алдық. Құда қаласа тоқтап бір көрсетіп қояйын сіздерге. Енді көлігімді қызық. Машинамыз осылаймен груженный, үстінде бидай артылған полный. Осылай. Осылай кетіп бара жатырық. Асықпай жайлап. Артты салмақ болғаннан кейін машинаны суда келеткен кемен сияқты толқын ойнатқандай ойнатып келеді. Сол үшін жаңа қатты жүрмейміз. Арыс қаласына жеттім. Мынандай тұздан 6 тұз алдым. Өйді тастарынан. Және 16 қап кебек арттым. 16 қап 25 килограммдық кебектен арттым. Мындай. Сол. Қазірше осылай болып тұр. Мәшіне отырып қалды біраз. Сол үшін артына қарай салмақ болсын деп артына қойдым. Но технология бойынша негізінде салмақты бөліп ортаға қойсаң, сонда машинаны ары-бері лақтырмайды. Бірақ енді мен қазір жүретін жолым адыр болғаннан кейін ортаға салмақ түспесін, артына түссін деп осындай әрекетін істеп жүрмін. Болмаса қазір тоқтап жолдан алдына қарай жылжыта саламын. Осылай істеп көрейін деп отырмын. Орта штоп арт жағы басылып адырдың жолдарын түсірем, сол кезде көресіздер қандай жолда мен жүретін. Арыс қаласына кіріп, жаңа тұзды алдым, малға тұз алдым, кебек алдым. Шымкенттен оны артып алып бияқа грузды сүйремеу үшін Шымкентте өзім бұрын алып қойған бидайым бар, соны артып алғамда қалған заттарды Арыстан алдым. Арыстан алып, Арыс қаласына кіріп арғырай шығып бара жатырмын. Құда қаласа. Арыс қаласын мына көп әзірленение дейді ма?
көгілдір биыл қолға алып қоршаулар жасап капельный орошение қойып құдайға шүкір міне енді неғып жатыр. Осы жылға дейін, биылға дейін қанша ақша жаратса да оның бәрі мал жеп қойып құрғап кетіп суғарылмай өліп кетіп жатқан талдар. Биыл қолға алып осындай нәтиже болып тұр міне, Аллаға шүкір. Екі шетте де еккен талдар өсіп әдемі болып, мал кірмейді, әдемі болып тұр. Мал кірмейді, әдемі нәтиже беріп тұр. Құда қаласа 20 километрден кейін фермаға жетемін. Арыс деген. Арыс қаласынан да өтіп жатырмын. Құда қаласа мінекей. Асфальттан түсетін жерге кеп қалдық. Міне құда қаласа. Асфальттан түскеннен кейін біз терезелер жабамыз да пешканы қосамыз. Әйтпесе бүкіл салонға шығын кіреді. Енді құда қаласа қазір міне Bismillah. Бірге сап қойып 7 километр енді осындай жолмен жүреміз. Арасында сәл тегіс жолдарда түседі. Бірақ ұзақ емес. Сарғайып кеткен дала. Жеті километр осылай 20-мен жүріп отырасың. Перепаттар болады. Bismillah. Бірге салғымызы болмайды. Майлы топырақ. Артымыздың бәрі шаң.
Машаллах. Міне жарты сағат өтті асфальттан түскеніме. Одан да көп болмаса. Сонан бірмен келе жатырмын. Себебі артында бір тоннадан артық грузым бар прицепте. Құда қаласа жақындап қалдық. Алдында тұрған қора өзіміздің қора. Мына жақтан көліміз бар, ыстық судан шығып жатқан. Мындай жолдар. Бірмен келе жатырмын. Асықпай. Бірінші рет бұндай груз артық прицепқа сүйреп келе жатырмын. Негізінде қатты ауыр салмақ. Печкені өшірдім. Нелеріне жеп қойған шығар. Терілерді аштым шаң. Бұл жақта міне. Сиырлар судың жағасында жатыр. Көршімнен ешкілер жүр ана жерде. Шығып тұрған ыстық су. Ар жақта алыста шашыратып қойған фонтан. Соны жиналған көл. Мына біздің қора. Оцинковкамен жабылған. Ар жақта бетон қора бар. Жақта мынау бар. Мынау менің біздің яшка дейді. Ал жет тұрған. Бір рулон түсіп қойыпты оғасына. Бір рулон қамыс түсіп қойыпты. Яшка. Ай. Келдім, жеттім ақыры. Серіктесімнің несі, машинесі. Аллаға шүкір. Үйдің бер жағы біздікі де, ар жағы бөтен біреудікі. Сол себептен жаңағы біз өзіміздің кішкене ремонт істегенбіз. Ол арғы жағы ремонтсыз. Ой, бісміллах. Ар жағында құлайын тұрған ар жағы екінші бөлігі біздікі емес. Оцинковка жабылған жағы біздікі кіршесі. Осылай. Құлап жатқан үйлер. Шөп жинаған. Жеттім о. Аллахқа шүкір. Ой Алла. Сіздің шаңын қараңдар. Бер жақтан не болды? Былай қарай болды жел. Шаң. О, машина. Машина басылып қыпты шаңға. Осылай.